Қайырлы күн достар. Бүгін біздің клиенттерімізге келдік. Біздің шағын экскаватор қалай жұмыс істеп жатыр, соны білейін деп едік. Асқар, саламатсыз ба? Сәлеметпіз. Асқар, сіз осында қандай жұмыс істеп жатырсыз? Көлді тазалау жұмыстары мұнда. Қандай көл бұл? Рут 18. Кейін әдемі саябақ болатын шығар. Асқар, сіз шағын экскаватор операторы болып қанша уақыт жұмыс жасап жүрсіз? Биыл 16 жыл. Біздің шағын экскаватор қанша мотосағат жұмыс жасады? Қазіргі таңда 820 болды. 3 май ауысымы болып қойды. Бұйырса 4-шіден жасаймыз енді. Техникалық қызмет жағынан не деп айтасыз? Қалай, кім бірінші өткізді? Сіздерде осы Андрей деген жігіт өткізіп берді бізде. Бірінші тоны залға май ауыстыру, жаңағыдай өзінің мына жерде мынанша уақытта ауысады, фильтрлері болады. Соның бәрін айтты. Одан кейін мысалға өзімізге де ыңғайлы, өзіміз жасап жатыр. Алып баратқан қиын ештемесі жоқ. Ал өзіңіз жасағанда бізден бір қосалқы бөлшектерді алдыңыз ба? Иә, май, фильтр, литолы болады. Жақсы бәрі. Оригинал. Бұлай негізі жұмысқа ыңғайлы, кішігірім жұмыстарға өзіне лайық жұмыстар бар. Мысалға ені 2-40, 2-80-ге дейін тіршілік жасай бересіз. Қазу жұмыстары болсын, текстеу жұмыстары болсын. Ал мынандай қисық атқос бұрышты шығаруға ол да ыңғайлы, төмен түскенге жеңіл, өзіне лайық жұмысын жасай береді. Осындай шағын экскаваторды басқару жағынан не айта аласыз? Ыңғайлы ма басқарғанда? Иә, ыңғайлы. Монитор дейміз ғой енді. Ол да сензорный, қазіргі заманға сай келіп жасалған, қолайлы. Ішінде бәрі орысша түсінікті? Иә, түсінікті. Өзіңе керек тілдерде бар, ауыстырып қоя аласыз дегендей бар. Жалпы қолайлы, ешқандай несі жоқ. Қиындығы жоқ дейсіз? Қиындығы жоқ. Әрине сіздің тәжірибеңіз 16 жыл болды. Әрине қиындық болмайды. Иә, әрине. Ал енді кабина жағынан не айта аласыз? Кабинасы қолайлы адамға. Жазды күндері кондиционері бар, қысқа пешкасы бар. И өзіңе ыңғайлы қылып терезесін, алдыңғы дәу терезесін ашып қойсаңыз да болады, жабып қойсаңыз да болады. Осы көлді тазарту жұмыстарынан басқа осы объектіде біздің шағын экскаватор қандай жұмыс атқарды? Мысалға тротуарды алайық. Тротуардың астын дайындауға осының алдыңғы бульдозері бар. Соны пайдаланамын. Текстеу жұмыстарына. Сіз алған шағын экскаватордың табаны шынжырлы ма жоқ әлде резинадан жасалған ба? Резинадан. Ол резинадан алған себебіміз плитаның үстіне, мысалға тротуардың үстіне плита қойылады, солардың үстіне жүргенге, сосын асфальттен өте қойғанға арғы бет, бергі бетіне дегендей. Сондай жерлері қолайлы. Мысалы бұрыштама плиталарды сындыра қоймайды. Шағын экскаватормен басқа сіз қосалқы аспаптар алдыңыз ба? Гидробур, ямабур деген сияқты? Иә, өзімен бірге ямабурын алдық. Сосын отбойник дейміз ғой, сындырғыш, бетон сындырғыш. Оны да алдық. Жақсы, бәрі өзіне қолайлы, өзіне лайықты тірлігін жасайды. Асқар, жаңа сіз біздің шағын экскаватордың жақсы жақтарын айтып жатсыз. Одан басқа жұмыс істегенде музыка тыңдағанды ұнатады екенсіз, иә? Иә, әрине. Ішінде бір нәрсесі бар ма тыңдайтын? Бар. Өзіңіз флешка қойып қойсаңыз да болады, радиосы да бар. Сонымен телефонмен де қоссаңыз да болады. Қолайлы, жалпы шамал өлең деген, ән деген, жалпы өзің серіктеді кішкене, ойың бөлінеді. Әрине. Біз осында тұрмыз, бірақ мен осы жақта да музыканы естіп тұрмын. Жаңағы дауысы керемет шығады екен. Қазіргі таңда біздің нарықта техниканың көп брендтері бар, иә? Бірақ сіз біздің брендті не үшін таңдадыңыз? Бұны таңдау себебіміз өзімізге қолайлы болды. Жаңағы жанында қосалқы бөлшектері болды.
сосын шынжыр табаны резиновый болды. Сосын жылдамдық нелері өзімізге ұнады былайша. Соған кеп тоқталдық. Осына соның үстінен жаңа сервистері бірге бар екен, мысалға қосалқы бөлшектері, жөндеулері о жағынан да қарастырылған екен. Сол жағынан да таңдадық дегендей. Оның үстінен қарапайымдылығы көп бұл техника. Өзіңіз де істей бересіз білгенінше. Аса анау айтқан қиындығы жоқ. Таңдауыңызға рахмет. Достар, осымен біздің қысқа шолу аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Ал егер осындай керемет шағын экскаватор алам десеңіз, бізбен хабарласыңыз.